Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің аты жөнім Саипова Айгерім. Бүгін квадрат үшмүше жаңа тақырыбымен танысатын боламыз. Оқу мақсаттары: квадрат үшмүшенің түбірі ұғымын меңгеру. Сабақтың мақсаттары: квадрат үшмүше түбірі ұғымын меңгересіңдер және түбірлері арқылы квадрат үшмүше құрастыра аласыңдар. Анықтама: ax квадрат қосылған bx қосылған с түрінде квадрат теңдеуді квадрат үшмүше деп атайды. Мұндағы a, b және с берілген сандар, ал x айнымалы. Квадрат үшмүшенің жалпы түрі: ax квадрат қосылған bx қосылған с. Мұндағы a бірінші коэффициент, b екінші коэффициент, с бос мүше. Жалпы өткен тақырыптарда квадрат теңдеудің шешу жолдарын өткенсіңдер. Дискриминант арқылы. Егер дискриминант 0-ден үлкен болса, онда квадрат теңдеудің екі түбірі болады дегенбіз. Ал 0-ден кіші болса, онда түбірі жоқ. Егер дискриминант 0-ге тең болса, онда өзара тең бір ғана түбірі болады. Сонымен қатар толымсыз квадраттық теңдеулердің түрлері: ax квадрат қосылған с тең 0, мұнда b 0-ге тең болған жағдайда. ax квадрат қосылған bx тең 0, мұнда с 0-ге тең болған жағдайда. Келесі ax квадрат тең 0, мұнда b және с 0-ге тең болған жағдайда. Экранға назар аударыңдар. Квадрат үшмүшенің түбірлерін табыңдар дейді. X квадрат минус 2x минус 48 түрінде квадрат үшмүше берілген. Біз оның түбірлерін табу үшін алдымен квадрат үшмүшені 0-ге теңестіреміз. Сонан соң барып дискриминантын табамыз. Дискриминанттың формуласы бір қайталап өтейік. d тең b квадрат минус 4ac. Енді орнына қоямыз. d тең 2-ның квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 48 тең болады. 2-ның квадраты 4. 48-дің алдындағы минус пен 4-дің алдына минус қосылып кетеді де 4-ті 1-ге көбейтеміз. 4, 10-ны көбейтеміз 48-ге. Сонда 192. Теңдігіміз 196 болады. 196 бізде 14-тің квадраты. Демек, дискриминант 0-ден үлкен. Демек, бізде 2 түбір бар деген сөз. x1 және x2 түбірлерін табамыз. Ол үшін x1 минус 2 қосылған 14 бөлінген 2 көбейтілген 1 тең 12 бөлінген 2 тең 6. x2-ның түбірін табамыз. Минус 2 минус 14 бөлінген 2 көбейтілген 1 тең минус пен минус қосылып кетеді де минус 16 бөлінген 2 тең болады минус 8. Келесі: берілген коэффициенттер арқылы квадрат теңдеу құрастырыңдар дейді. Бірінші коэффициентіміз a 3-ге тең. Екінші коэффициентіміз b минус 2-ге тең. Үшінші бос мүшеміз 1-ге тең дейді. Демек, бізде қандай квадрат үшмүше шығады? 3x квадрат минус 2x қосылған 1 тең 0. Келесі: a тең 1, b тең 2, s тең 0. a 1-ге тең болғандықтан x квадраттың өзі жазылады. Қосылған b 2-ге тең болғандықтан 2x, s 0-ге тең болғандықтан s жазылмайды. Бұл бізде толымсыз квадрат теңдеу деп аталады. Келесі: a тең минус 4, b тең 0, s тең 0. Демек, минус 4x квадрат тең 0-дің өзі болады. Бұл да бізде толымсыз квадрат теңдеу болып табылады. Сонымен, ax квадрат қосылған bx қосылған s тең 0 квадрат теңдеуінің түбірлері ax квадрат қосылған bx қосылған s үшмүшесінің де түбірлері болып табылады. Бүгін біз квадрат үшмүшенің түбірі ұғымымен таныстық және берілген коэффициенттер бойынша квадрат үшмүшені құрастыруды үйрендік.
келесі сабақта квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеуді үйренетін боласыңдар. Назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.